Сәлем достар, үй жағдайында балық қуырамыз және тазалаймыз. Балық қууруға қалай дайындаймыз балықты барлығын сіздерге айтатын боламын. Ол үшін бірінші балығымызды жақсылап сыртын қарап, тазалап, жақсылап жуып аламыз. Балықты құйрығынан басына қарай пышақпен осылай жақсылап тазалап аламыз. Және ішіндегі керемет заттарын бәрін алып тастаймыз. Сосын балықтың ішінде осындай қара күленка сияқты болады. Пышақпен қарап, осылай қолымызбен жұлып алсақ, жұлынып алынады. Қалған жерлерін бәрін пышақпен қарап, керемет жерлерін бәрін алып тастап, жақсылап жуып аламыз. Енді пышақтың көмегімен осылай бөліп аламыз. Осылай жіңішке етіп бөлсеңіздер бөлінеді. Омыртқасына келген кезде балғамен ұрып жүрсеңіздер омыртқасынан ажырайды. Осылай барлығын бөліп шығамыз. Осылай балапандармен бірге жағаласып отырып түсірген видеомен бағалап тіркеліп кетіңіздер. Лайк басып, комментарий қалдырып, барлығын осылай жіңішке етіп кесіп шығамыз. Және бұларды кесіп болғаннан кейін жақсылап сумен 2-3 мәрте жуып шығамыз. Және оған тұз, негізі балықтың тұздаған кезде жарты сағат ащы қылып суда жарты сағат ұстаймыз. Себебі тұз көп болып бір жерде үйіліп қалуы мүмкін, ащы болып кетуі мүмкін. Енді балығымызды осылай оңға аунатып дайындап аламыз. Қатты қызып тұрған майға салып қуырып аламыз. Қатты қызып тұрған майымызға балықты салып қуырамыз. Егер балығымыз кепсе сияқты ащы болған қаласаңыздар, оңға қызыл бұрыш, қара бұрыш сеуіп араластырып, балығымызға сеуіп шығамыз. Дәмі өте ерекше, ащы болады. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Және де осы балығымыз қызарып қуырып кеткен кезде осылай вилкамен балығымызды тесіп шығамыз. Сол кезде арасы піспей қалды деп уайымдамайсыздар. Арасы толық піседі. Осылай екі бетін аударып қуырамыз. Сол аралықта пиязымызды турап, тұз, қара бұрыш сеуіп дайындап қоямыз. Міне қызыл бұрыш, қара бұрыш себілген балығымызды тура жаңағындай қуырып аламыз. Міне піскен балығымыз. Осылай қағазға аламыз балығымызды. Осылай қып-қызыл қызартып тұрып аламыз. Қазір ортасын ашып қойсам, ортасы піспей қалды деп уайымдамаңыздар. Енді балығымыз міне. Піскен балығымыз. Ортасын ашып көрсетейін сіздерге, иә? Барлық жері піскен. Дәмі зор. Бұрыш қосылмаған жағын бір жағына қояйық. Бұрыш қосылған.